2025 жылы шыққан «Су жаңа шатқал» атты фильмін айтып беремін. Фильмде белгісіз бір ұйым, Бартоломей дейтін агенттің атынан, арнайы тапсырма үшін Леви мен Дросса есімді екі мергенді жалдайды. Сөйтіп олар белгісіз бір жерде орналасқан құпия нысанға барады. Тапсырманы орындау орны деп шатқалдың екі жағында орналасқан шығыс және батыс екі күзет мұнарасы болатын. Мергендердің міндеті шатқалдың шекараларын күзету, ал бір қызығы бұл шатқалдың ішінде қандай құбыжықтар мекендейтінін олар білмейтін еді. Сіздер тездетіп лайк басып, арнаға жазылып қойыңыздар, ал біз ғылыми фантастикалық, атыс шабыс жанындағы американдық кино туындыға шолуымызды бастаймыз. Жер астындағы жасырын орында 10 күн бойы жасырынып жатқаннан кейін, ақыры сол күн туды, Дросса өзінің келесі нысанын жоюға кіріседі. Ұшақ ұшу жолағына жетіп көзделген саясаткер баспалдақтан түсе бастағанда, снайпер мылтығын кезеп, дәл кеудесінен атады. Біршама уақыт өткен соң, 113 расталған жойылымы бар тәжірибелі мерген Леви 2 жылдық резервтен кейін жоғары деңгейлі тыңшының шақыруымен кездесуге келеді. Өз миссиясын аяқтаған соң, Дросса Литваға қайтып оралады. Ол анасының қабіріне барып тұрған әкесін көреді. Оны көрген Эрикас қызынан келесі 2 аптада өзімен бірге болып, әке мен бала ретінде уақыт өткізуді сұрайды. Алайда Дросса бұлай жасай алмайтынын айтады. Келесі күні таңертең Мәскеуге барып, бастығы Рабиновичтен жаңа тапсырма алуы керек. Ол тек бір нәрсені біледі. Алдағы 1 жыл бойы кетуі қажет. Ал қайтып келгенде әкесі тірі болмауы мүмкін, себебі ол ауыр ракпен күресіп жатыр. Мұның бәлкім қызымен соңғы кездесу екенін түсінген Эрикас ішімдік құйып, екеуі лайықты түрде қоштасу үшін тост көтереді. Бартоломеймен кездесу кезінде Леви жаңа миссияға шақырылады және ұшақтан парашютпен секіреді. Жерге қонғаннан кейін ол келесі күні түскі 4-те тактикалық топпен кездесу үшін 38 шақырым солтүстікке қарай жаяу жүруі керек. Жолда көптеген кедергілерге тап болса да, Леви берілмей, қауіпсіздік жабдықтарынсыз тауларды бағындырады. Алайда келесі түстен кейін белгіленген орынға жақындағанда ол алып шатқалдың алдында тұрып қалады. Өту жолын ойластырып жатқанда бірден Ұлыбританияның корольдік флотының мүшесі Еспер пайда болады. Сол сәтте Леви дұрыс жерге келгенін түсінеді. Еспердің айтуынша ол бұл жерде жалғыз өзі шамамен 1 жыл бойы тұрған және қай жерде екенін мүлдем білмейді. Себебі ешқандай ақпарат берілмеген. Сондай-ақ ол соңғы 12 айда алғаш рет біреумен бетпе-бет сөйлесіп тұрғанын айтады. Оның ауысымы түнгі 12-де аяқталады. Ал ертеңнен бастап Леви оның орнын басып, армия салған бақылау мұнарасында өмір сүреді. Мұнара күн энергиясымен қамтамасыз етілген, қосалқы генераторы бар, жаңбыр суын жинайтын жүйемен жабдықталған, бақша өсіруге және айналадағы аңдарды аулауға мүмкіндік бар. Шатқалдың арғы жағында шығыс мұнарасы орналасқан, бірақ ол жақтағы адамдармен байланысқа тыйым салынған. Еспердің айтуынша бұл тыйым аса маңызды емес, өйткені шатқалдың солтүстігі мен оңтүстігі минаға толы, сондықтан арғы жаққа өту мүмкін емес. Осы таңертең арғы бетте қозғалыс байқалғанын көрген теңіз жаяу әскері жыл сайынғы ауысым шығыс мұнарасында да орын алған болуы мүмкін деп болжайды. Кетер алдында Еспер жаңадан келген Левиге соңғы нұсқаулықтарын береді және мұнараның сыртындағы бункерде қару-жарақ сақталатынын хабарлайды. Ол жерде қарудан бөлек құрал саймандар мен кез келген қауіп туған жағдайда қажет болатын барлық нәрсе бар. Әр 30 күн сайын теңіз жаяу әскерлері радио сигналын тексеруі керек, өйткені бұл жерде сыртқы байланыс жоқ. Алайда Леви өзінің жалғыз міндеті 1 жыл бойы осы жерде қалып, шатқалды құпия ұстау екенін білгенде көңілі құлазып кетеді. Осы сәтте Еспер оған шындықты ашып айтады. Оның сөзінше, басшылық сарбаздарды бұл аймақты күзетуге жіберу арқылы, шын мәнінде шатқалдың ішіндегі тіршілік иелерінің сыртқа шығуына тосқауыл қойып отыр. Қуыс адамдар деп аталатын бұл жұмбақ жаратылыстар 40 жылдары 200-400 сарбаздан тұратын бүкіл батальонды жойып жіберген. Осы оқиғадан кейін билік оларды жоюға тырысуды тоқтатып, орнына оларды ұстап тұру үшін арнайы базалар құруды жөн көрген. Сол түні Еспер кеткен соң, Леви жаңа үйінде алғашқы кешкі асын дайындайды. Бірақ ол армия тікұшағы арқылы құтқарылып, өз қаласына қайтатынына сенген сәтте кенеттен басына оқ тиеді. Еспердің денесінен құтылғаннан кейін, оны жойған адам Бартоломеймен байланысқа шығып, миссияның аяқталғанын хабарлайды. Алғашқы айдың соңында Леви радио арқылы есеп беріп, шатқалда ешқандай күдікті қозғалыс болмағанын жеткізеді. Протокол аяқталған соң, келесі байланыс тек 30 күннен кейін болатыны хабарланып, байланыс үзіледі. Жалғыз өткізген уақыты көп болғандықтан, Леви кітап оқуды әдетке айналдырады.
Бірде ол кітап сөресінің артындағы қабырғада белгісіз жазулар бар екенін байқайды. Оларды оқи отырып, бұл жерде өзінен бұрын болған әрбір адамның кейінгілерге ой тастап кеткенін түсінеді. Сол түстен кейін Леви шатқалдың арғы жағын шолып, алғаш рет Дроссаны көреді. Таңға жуық күн күркіреуі оны шошытып оятады. Ол жауға қарсы қаруын кезей беріп, айналасына қараса, ешқандай қауіп жоқ екенін байқайды. Бірақ сол сәтте байқамай стақанын төңкеріп алып, оның сынықтарынан аяғын жарақаттап алады. Жарасын тазалап болған соң дүрбісін алып, арғы бетте не болып жатқанын тексереді. Сол кезде ол Дроссаның өзіне қарап тұрғанын байқап, қатты таңғалады. Кейде әйелде дүрбі арқылы Левиді бақылап жүреді. Бір күні ол онымен байланыс орнатуға бел буып, тапаншаның көмегімен назарын аударады да қағазға өз атын жазып көрсетеді. Леви дереу жауап беріп, екеуіне сөйлесуге рұқсат жоқ екенін айтады. Алайда бұл күн Дроссаның туған күні болғандықтан, ол қалағанын жасай алатынын айтып, Левиді мерекеге қосылуға шақырады. Леви бұл ұсынысты қабыл алып, бірге тост көтеруді ұсынады. Әңгіме барысында туған күн иесі мергендік жарысын өткізуді ұсынады. Ал Леви бұл шақыруды бірден қабылдайды. Бірақ сайыс кезінде Дросса шатқалда бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, мән-жайды тексеруге кіріседі. Леви өз мылтығының дүрбісін пайдаланып, шатқал қабырғасына өрмелеп келе жатқан гуманоид тәрізді тіршілік иелерін байқайды да бірден оқ атады. Дәл сол сәтте алып жарылыс болады. Ал Дросса қаруын алып, жаңа танысына көмектесу үшін оқ жаудырады. Барлық құбыжықтар жойылған соң атыс тоқтайды. Бірақ дәл осы кезде бір тіршілік иесі Дроссаның балконына жақындап келеді. Леви оның дәл жанында тұрғанын көреді. Дросса дереу бірнеше рет құбыжықтың басынан атады да аяғымен теуіп, оны қайтадан шатқалға құлатады. Осы сәтте Дросса төменге қарап, жер бетіне қарай өрмелеп келе жатқан құбыжықтардың жаңа легін байқайды. Ол дереу оларға қарсы оқ жаудыра бастайды. Атыс кезінде құбыжықтардың бірі минаға құлап, жарылыс Дроссаны да шарпып өтеді. Әйелдің жараланғанын көрген Леви шабуылды үдете түсіп, ең мықты қаруын алып, құбыжықтардың Дроссаға жетуіне жол бермеуге тырысады. Оған көмектеспек болған Дросса да орнынан тұрып қайта атыс ашады. Алайда кеудесіне тиген жарылыс сынықтарының салдарынан әлсіреп, есінен танып қалады. Сол түні Леви көз ілмеді. Ол шығыс мұнараға бірде-бір құбыжық жақындамау үшін күзетте қалуға бел буды. Таңертең Дросса есін жиып, жарасын таңады. Біраз әл жинаған соң, ол төменге түсіп, шабуыл кезінде жарылған миналарды ауыстыруға кіріседі. Құбыжықтар алғаш рет көрінгеннен бері бір ай өтті, бірақ олар шайқаста жеңілген соң қайтадан пайда болған жоқ. Қыс келді. Желтоқсан айы басталғанда Леви Дроссаға тосын сый жасауды ойлайды. Ол өз қолымен әдемі шырша әзірлеп, әйелді қуантты. Екеуі алыста тұрса да, өзара тығыз байланыс орнатып, бірге уақыт өткізудің жолын тапты. Бір күні Дросса әкесін енді ешқашан көре алмайтынын есіне түсіріп, жүрегі ауырды. Ол әлі тіріме жоқ па белгісіз, бірақ белгісіздікте жанын жаралай түсті. Оның жылап отырғанын байқаған Леви себебін сұрайды. Дросса оған қиын кезеңнен өтіп жатқанын айтып, қасында біреу болғанын қалайтынын жеткізеді. Осыдан кейін Леви тек шатқалдан өту жолдарын ойлай бастайды. Ол тәуекелге бел буып, өткел салуға шешім қабылдайды. Таңертең бірнеше сағаттық қажырлы еңбектің арқасында ол арғы беттегі ағашқа арқан лақтыруға мүмкіндік беретін құрылғы жасап шығарады. Сол сәтте Дросса орманға от тарап кетпес үшін жалынды өшіруге асығады. Кейін ол арқанды мықтап байлап, Левидің зиплайн арқылы қауіпсіз өтуіне жағдай жасайды. Шатқалдың арғы бетіне аман-есен жеткен Леви Дроссаға өзі теріп әкелген гүл шоғын сыйлайды. Содан кейін ол киім ауыстыратын бөлмеге барып душқа түседі. Ал Дросса оған кешкі ас дайындауға кіріседі. Екеуі де кәсіби мерген болғандықтан көбі бірге отырып, өздерінің қару-жараққа деген қызығушылықтары жайлы сөйлеседі. Осылайша олардың ортақ қызығушылықтары күткеннен де көп екенін түсінеді. Олар бұл жұмбақ орманда 6 ай бойы қалып қойған еді. Қай жерде екендерін білмейді, ал олардың жалғыз серігі бір-бірі ғана. Таңертең Дроссамен қоштасқан Леви қайтадан зиплайнға оралып, әйелдің өз мұнарасына қарай кетіп бара жатқанын бақылайды. Осы кезде шатқалдың түбінен бірнеше қуыс адам өрмелеп шығып, байқаусызда миналарды іске қосады. Жарылыс салдарынан Леви өткен арқан үзіліп кетеді, ал ол шатқалға құлап кетеді. Дросса бірден өзінің құтқару құралдарын алып, парашютпен секіреді. Бірақ ол шатқал түбінде өзен бар екенін білмеген еді. Жерге жеткен бойда парашютке оралып қалып, суға батып кете жаздайды. Құралдан әрең босап шыққан соң, Дросса су ағысымен ағып кетеді. Ол өзен жағасына жету үшін ағаш діңінен ұстап, қатты ағыммен арпалысады. Бұл кезде Леви алып қырғаяқтардың ұясына басымен төмен ілініп тұрды. Құлап бара жатқанда есінен танып қалған ол оянғанда өзіне қарай жақындап келе жатқан алып жәндікті көреді.
Леви жылдам қаруын алып, жәндікті үркіту үшін оқ жаудыра бастайды. Оның атқан дауыстарын Дросса да естіп қалады. Ақыры жәндіктен құтылып, жерге құлаған кезде Леви жыртқыш өсімдіктердің жабысқақ сүйығына тұтылып қалады. Ол кенеттен айналасындағы сансыз өткір тырнақтардың өзіне ұмтылып келе жатқанын байқайды. Дәл осы сәтте Дросса жетіп келіп, оқ жаудырып, өсімдікті жойып жібереді. Левиді құтқарған соң, екеуі бұл жауыз мекеннен шығудың жолын іздей бастайды. Алайда кенеттен оларды атқа мінген қуыс адамдар тобы қоршап алады. Қанды шайқас барысында мергендер өлімнің сәл-ақ алдында тұрады. Бірақ Дросса қылышпен қарсыласын жаралап, сосын басына бірнеше оқ атып көзін жояды. Дәл солай Леви де тапаншасымен қобыжықты құртады. Алайда солардың бірі тірі қалып, қашып кетеді. Екеуін алаңдатқаны оның қосымша күш шақыруы мүмкін. Леви өлтірілген жаудың киімін зерттеп жатып, оның үстіндегі әскери форма 1940 жылдардан бері келе жатқанын аңғарады. Осылайша ол қорқынышты шындықты түсінеді. Қуыс адамдар бұл кезінде шатқалға жіберілген солдаттардың өздері. Екеуі шошып, әрі жылжи береді. Олар адамның сүйегіне ұқсайтын ағаш діңдері бар қорқынышты орманнан өтеді. Жол жүріп келе жатқанда қорқынышты дыбысты естіп, олар шіркеудің ішіне жасырынуды ұйғарады. Шаң басқан мәйіттерге толы бұл жерде адамдар өздеріне қол жұмсаған сияқты. Себебі олардың жағдайында сыртта күтіп тұрған сұмдықтан гөрі өлімді таңдаған жөн болғандай. Екеуі абайлап бөлмені зерттей бастайды. Шамдарын жоғары бағыттаған кезде шіркеу төбесінің алып өрмекшілерге толы екенін көреді. Бұлардан құтылып есікке жетуге тырысып жатқанда қуыс адамдар қайтадан шабуыл жасайды. Екеуі олармен бетпе-бет айқасқа түсуге мәжбүр болады. Сонымен қатар өрмекшілерден де сақтануға тура келеді. Абырой болғанда қуыс адамдар қаруланбаған әрі адамға қарағанда әлсіздеу көрінді. Сол себепті жақсы дайындықтан өткен Леви мен Дросса оларды оңай жойып, қабырғаны жарып жіберу үшін жарылғыш қолданады. Орманның ортасында ашық жерде қалып қоймау үшін екеуі жол бойында кездестірген жаңа баспанаға жасырынады. Ол үлкен зертхана болып шықты. Генераторды қосқаннан кейін олар 1946 жылдың 13 шілдесінде жазылған ескі жазбаны көреді. Онда бір ғалым 6 күн бұрын аймақта жер сілкінісі болғанын және оның кешеннің бүтіндігін бұзғанын баяндайды. Ғалымның айтуынша, олар супер сарбаздар жасау жобасымен жұмыс істеп жатқан кезде көптеген адамдар белгісіз жұқпалы ауруға шалдығып, енді оларды оқшауламаса, бұл от шатқалдан шығып, бүкіл әлемге таралуы мүмкін. Биохимиялық улануға ұшыраған адамдардың дыңқысы өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық құрылымымен араласып кеткен. Кейбір адамдар инфекцияға көбірек төзімділік танытса да, улануға аз уақыт түскендерінде де мутация 5 күн ішінде басталған. Олар бұл жерден тезірек кетпесе, дыңғылары өзгеріске ұшырайтынын түсінген соң, Дросса мен Леви жасырынған орындарынан шығып, айналадағы дұшпандарды адастыру үшін түтін экранын жасайды. Бірақ қанша сақ болғанымен Дросса аяқ астынан қақпанға түсіп, аяғынан ілініп, орман ішінде сүйретіліп кетеді. Тұтқынға түскен сәтте ол қанжарын алып, арқанды кесуге тырысады. Алайда пышағы қолынан түсіп кетеді. Сөйтіп, өзін сүйреп бара жатқан қуыс адамнан құтыла алмайды. Қобыжықты тоқтату үшін Дросса оқ жаудыра бастайды. Ал Леви оқтардың дауысын естіп, оның соңынан аттанады. Бірақ жолда бұтаққа соғылып, есінен танып қалады. Ал осы сәтте Дросса қарсыласынан көз жазып қалады. Леви есін жиған бойда іздеуді жалғастырады. Ақыры қалың тұманның арасынан жаулары жасырынған бір кешенді тауып алады. Осы кезде Дроссаны қолын байлап, төбеге іліп қойған қуыс адам оны ояту үшін денесіне қадалған бұтақтың ұшын жұлып алады. Әйелдің қанын сезген қобыжы оны жеп қоюға ұмтылады. Бірақ Дросса кеудесінен теуіп, кері серпілтеді. Осы сәтті пайдаланып, ол өзін босатып, дұшпанға шабуыл жасайды. Дросса темірдің бір бөлігімен қобыжықты құлатады. Бірақ ол қайта тұрып, әйелді жерге ұшырып жібереді. Дросса берілмей, тағы да соққы береді. Бұл жолы ол пышақты жауының мойнына соғып жібереді. Алайда қуыс адам құламайды. Керісінше қылышын суырып, оны өлтіруге ұмтылады. Дросса соққылардан жалтарып, жерде жатқан адам сүйектерін қалқан ретінде қолданады. Бірақ олар тез мортсынуда. Осы кезде ол от жанып тұрған алауды байқап, жалындаған ағашты алып, жауын күйдірмек болады. Дәл сол кезде Леви пайда болып, қуыс адамды жалғыз ғана оқпен атып өлтіреді. Құтқарылғанына риза болған Дросса серігін құшақтап, оның уақытында келгеніне алғыс айтады. Себебі жаралы күйінде бұл жерден жалғыз аман қалу мүмкін емес екенін біледі. Леви қобыжықтың әскери формасына қарап, бұл батыс мұнарасында тұрған солдат екенін түсінеді. Өйткені Брэдфорд өзінің жазбасын кітап сөресінің артында қалдырған болатын. Жауынгер қобыжықтың қылышын қолына алып, Дроссаға бұл жердің химиялық зымыран базасы екенін айтады. Оның сөзінше, 1946 жылғы жер сілкінісі зымырандарға зақым келтіріп, олардың улы заттар шығаруына себеп болған.
Осыдан кейін шатқалды басқан тұман пайда болған. Демек, осы ауамен тыныстағандардың бәрі бірден уланған. Зертхананы аралап жүріп, екеуі адамдардың дене бөлшектерінен тұратын торға тап болады. Бұл тор жер сілкінісі кезінде сол жерде жұмыс істегендердің денесінен құралған. Қорқынышты өткелден өте отырып, Дросса мен Леви құрбандардың беттеріне көз салып, олардың әлі де тірі екенін сезеді. Кенет Дросса жабысқақ денелердің біріне басып, аяқтарын қимылдата алмай қалады. Сол сәтте оны бір сұмдық жаратылыс шап беріп ұстайды. Ол босап шығуға тырысып жатқанда, қорқынышты тордың басқа да мүшелері ояна бастайды. Серігінің қауіпті жағдайда екенін түсінген Леви ұрлап алған қылышын қолданып құбыжықты кесіп тастайды. Алайда осы соққыдан кейін бүкіл тор тіріліп кетіп, ол да тұтқынға түседі. Дросса тентіректеп барып, оны босата алмайтынын аңғарып, бірден жарылғышты іске қосады. Жарылыстан кейін бүкіл құбыжықтар өртеніп, екеуі қондырғыдан қашып шығады. Зертханадан шыққан соң, олар әскери техникалар сақталған гаражды тауып, каньоннан шығу үшін жүк көлігіне отырады. Біраз уақыттан кейін олар көтергіш лебедка орнатылған жерге жетеді. Леви тросты көлікке бекітеді, ал Дросса оған жақындап келе жатқан қуыс адамдарды атып, артқы шепті қорғайды. Оқ дәрісі таусылған кезде ол жүк көлігіне мініп, жартастың жоғарысына қарай қозғала бастайды. Ал Леви сол аралықта жауларды тоқтатуға тырысады. Алайда қуыс адамдар жүк көлігін аңдып, арқан бойымен өрмелеп жоғары көтеріле бастайды. Олардың кейбіреуі тым жақындап қалғанын көрген Леви қылышын алып, оларды кесіп түсіруге тырысады. Дросса да қаруын қолданып, монстрларға соққы береді. Бірақ құбыжықтар оларды ұстап қалуға барын салуда. Бұл теңіз жаяу әскерлер үшін жағдайды одан әрі қиындата түседі. Кенеттен бір құбыжық Левиге секіріп, оны көліктен лақтырып жібере жаздайды. Бірақ ол отын багын атып, өрмелеп келе жатқан құбыжықтардың барлығын өртеп жібереді. Бұл әрекет сәтті болғанымен, жалын арқан бойымен жылжып, ақыры көлікке жетіп, оны жарып жібереді. Жарылыстың екпіні Левиді қайтадан каньонға құлатуға шақ қалады. Бірақ Дросса оған көмектесіп, жіпке жармасуға мүмкіндік береді. Олар таудың жартасында тұруға ыңғайлы орын тапқан соң, тросты кесіп тастайды. Енді олардың шыңға дейін жетуіне небәрі 100 метр қалған еді. Сағаттар бойы өрмелеп, ақыры шыңға жетіп, шығыс мұнарасына оралған соң, екеуі келесі 5 күн ішінде мутацияға ұшырау мүмкіндігі жайлы ойлана бастайды. Каньон ішінде бірнеше сағат қана болғандықтан, олардың дыңқ өзгеріске ұшырау қаупі төмен. Дегенмен, осындай жағдай орын алса, екеуі де бұл вирустың таралуын болдырмау үшін өмірлерін қиюға келіседі. Келесі күні екеуі радио арқылы байланысқа шығып, жағдайларын хабарлауы қажет болады. Дросса Левиге бункердегі ілмекті атқыш құрылғыны пайдаланып, арғы жаққа өтуін ұсынады. Батыс мұнараға кетер алдында теңіз жаяу әскері егер 6-шы күнге дейін өзгеріс байқалмаса, олардың аман қалатынын айтады. Өйткені мутация әдетте алғашқы 5 күнде басталады. Түнде Леви өзінің орналасқан жерін хабарлап, байланысқа шығады. Ол Барфоломеймен сөйлесуге бағытталады, және оның тыңшы емес екенін біледі. Шын мәнінде бұл әйел ақш армиясының ғалымы болып шығады. Оның міндеті құрлық әскерін кез келген шетелдік армияға қарсы жеңілмейтін ету. Барфоломейдің айтуынша, шатқалдағы компьютерлік қауіпсіздік жүйесі біреудің төменге түскенін анықтаған. Леви өзінің кінәсіз екенін мәлімдеген кезде, ғалым жүйені іске қосқан Дросса екенін түсінеді, және сарбазға оны жоюды бұйырады. Леви бұл бұйрықты орындаймын деп айтады, бірақ мұнараларда жасырылған қауіпсіздік камералары бар екенін аңғармайды. Бартолмелі олардың екеуі туралы әлдеқашан біліп қойған. Левидің ешқашан Дроссаға қол көтермейтінін түсінген Бартолмелі таңертең өзі келіп, оларды жоюды ұйғарады. Тікұшақ жақындағанын көрген Леви серіктесіне қашуды бұйырады, өйткені ол бұл сарбаздардың оны өлтіруге келгенін біледі. Бартолмелі мұнараға қонып, Левиді таппаған соң, сарбаздарына орманды дрондармен тінтуді бұйырады. Бірнеше минут ішінде олардың қайда екенін анықтап, дрондар оқ жаудыра бастайды. Оқтан аман қалса да, Леви жараланып, дронның бірін атып құлатады. Ағаштың артына жасырынған Дросса да атқылап, дрондарды жоюға кіріседі, және жарылыстан қашуға мәжбүр болады. Сол таңертең шатқалдың жиегіне бірнеше бомба қойып, жерді толығымен жоюға шешім қабылдаған болатын. Дрондардан құтылған соң, Леви мен Дросса орманда өздерін қауіпсіз жерге орналастырып, детонаторды іске қосады. Нәтижесінде шатқалды жасырған бүкіл маскировка жарылып, жойқын тізбекті реакция басталады. Сол сәтте автоматты өзін-өзі жою протоколы іске қосылып, Бартолмелі тікұшаққа қарай асығады. Ол небәрі 5 минут ішінде бұл жергүлге айналатынын біледі. Алайда бомба құлаған кезде, тікұшақ әлі де тым жақын еді, және ол бүкіл қуыс адамдармен бірге жарылады. Жарылыс орнынан бірнеше шақырым қашықтықта болғандықтан Дросса аман қалады.
Бірақ Леви дроннан алған аяғындағы жарақаты салдарынан жүгіре алмай, қашып бара жатып сарқырамаға құлап кетеді. Дросса екеуі кездесуге келіскен жерге қарай бет алады. Бірнеше күн күтсе де, Леви келмейді. Содан кейін әйел Францияға кетуге шешім қабылдайды. Себебі олар тірі қалса, сол жақта бірге өмір сүретіндерін уәде еткен болатын. Бірнеше ай өткен соң, Левиді ұмытуға тырысып жүрген Дросса Франциядағы мейрамханалардың бірінде даяшы болып жұмыс істеп жүреді. Кенеттен мейрамхананың есігінен Леви кіріп келеді. Ол өзінің соңғы тапсырмасында ауыр жарақат алғанын, бірақ жазылған бойда Дроссаны табудың амалын жасағанын айтады. Осылайша екеуіне бірге жаңа өмір бастауға тағы бір мүмкіндік беріледі. Фильм сізге ұнады ма? Ойларыңызды пікірде қалдырыңыз.